Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Ол қашан келеді екен? Айдос бұдан әрі күте алмады. Ол үнемі терезенің жанында тұрды. Анашым, әкемеге қашан келеді? Ол жақында келуі керек. Ол кешкі уақытта іс сапардан қайтуы керек. Ол кептелісте тұрып қалмайды деп үміттенемін. Ол маған жаңа компьютерлік ойын әкеліп береді. Мен оның тезірек келгенін қалаймын. Дәл сол сияқты, Яхуди халықтары да Құдай уәде еткен құтқарушының келуін көп жылдар бойы күтті. Яхудилер оны жақын арада келеді деп үміттенген. Әндір барлық адамдарға құтқарылу мен тыныштық әкелетін тұлғаны асыға күтті. Ол Жақиямен уақыт өткізгенді ұнататын, өйткені Жақия үнемі осы құтқарушы туралы айтатын. Ол тіпті оны көріпті. Бір күні Әндірдің өмірі өзгерді. Ол үшін бұл өміріндегі ең керемет күн болды. Сол күні ол Иордан өзенінің жағасында Жақияның қасында тұрған еді. Кенеттен Жақия былай деп дауыстады. Қараңдар, мынау Иса, уәде етілген құтқарушы. Әндір Жақия айтып тұрған адамға қарады. Міне, ақыры ол келді. Әндірдің Исамен кездескісі келді. Ол достарымен бірге Исаның соңынан ерді. Иса кімнің өзін іздеп жүргенін және өзімен кездесуді қалайтынын нақты біледі. Ол бұрылып, былай деп сұрады. Кімді іздеп жүрсіңдер? Сендерге не қажет? Бізге қай жерде тұратыныңды айтшы. Менімен бірге жүріңдер. Мен сендерге көрсетемін. Олар қатты қуанып Исамен бірге барды. Олар оның тұратын жерін көріп, күні бойы онымен бірге уақыттарын өткізді. Исамен бірге болу ең үлкен бақыт. Балалар, сендер осы бақыттың дәмін татып көрдіңдер ме? Әндір сөзбен жеткізгісіз қуанышқа бөленді. Ол міндетті түрде біреуге Исамен кездесуі туралы айтуы керек еді. Балалар, бүгін Иса туралы кімге айта аласыңдар? Әндір алдымен ағасы Петрге ол туралы айтты. Шимон, біз оны таптық. Иса келді. Менімен бірге жүр. Сен оны танып білуің керек. Әндірдің ынта жігері жұқпалы болды. Шимон інісіне сеніп, онымен бірге Исаға барды. Иса оларды күтіп тұрғандай болды. Ол тіпті Петрдің есімін де білетін. Сен Шимонсың, бірақ бұдан былай Петр деп аталасың. Иса оған жаңа есім берді, өйткені көп ұзамай Иса оны жаңа адам етті. Біз Исамен кездесіп, оның соңынан ерген кезде өзгереміз. Бұл мені жігерлендіреді. Өйткені ол мені де өзгертіп жатқанын білемін. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.